Ал құрметті достар, құрметті оқырмандар, дәл қазір 80 миллион теңге тұратын дәл осы қалпында байдың балалары Наурыздың үйіне келдік. Бүгін Наурыздың үйінде черный касса гәп. Бүгін Наурыз 2 миллион 600 мың теңгенің иесі атанады. Енді дәл қазір сіздерге алдында Рауанның үйін сіздерге көрсеткен болатынмын, айтқан болатын. Оны ютубтан көрсеңіздер болады. Және де ендігі біздің 80 миллиондық, дәл осы қалпында 80 миллиондық үй Наурыздың үйін сіздерге көрсетейін. Кеттік ал. Менің бір артықшылығым, мен тек қана мақтамаймын, минустарының барлығын қазір айтатын болам. Кіргеннен бастап бірінші минус көзге түскен, ол мына жақта мусордың шашылып жатқаны, ағаштардың, яғни қонақ келген кезде адам барлығын жинап қою керек қой. Артыңда да бар, артыңда да көрсет, барлығын көрсетеміз. Яғни қонақ күтуге әлі толықтай дайын емес екенін көрдік Наурыздың. Мынау енді күшті салған екен, қараңыздар, өте әдемі. Бұның енді менің ойымша барлығын сыртын қаптап әдемі қылып жасайды. В принципе, өте мықты салған. Мынау несі барлығы бетонмен әдемі құйған, мынау электронды ворота барлығы өте әдемі. Қараңыздар, электронды вороталары ашылуы өте мықты. Мына жерге енді, мне кажется, игровой площадка болатын сияқты. Газон төсейді, сондай бірдеңелер жасайды. Мына жерде Наурыздың, яғни үйінің полный канализациясы. Бірақ өте әдемі. Ертең иншалла, Құдай қаласа, бұл үй біткеннен кейін тағы да сіздерге толықтай көрсететін болам. Бірақ енді өте әдемі жасалған. Досым, шыныңды айтшы, дәл осы қалпында примерно 80 миллион кетті ғой? Жоқ, одан көп кетті. Одан көп кетті ме? Қанша ақша кетті? Мебельдерімен бірге санаған кезде примерно 130-дай кетті. 130-дай кетті ме? Оказывается, мен арзан айтып қойыппын. Дәл қазір осы тұрған қалпында, оказывается, 130 миллион кеткен екен. Прикиньте, мына үйге 130 миллион. Ысырап деп ойлаймын десең. Аллаға шүкір, достарың осындай үй салып отқанда қалай қуанбайсың. Мынау таза мотивация ғой жігіттерге, бар ғой, мен ойлаймын. Үй салғаннан кейін көп нәрсені білем. Мына терезенің өзі өте қымбат терезелер. Мына есігінің өзі қараңыздар, бұл негізі екі есікті, мынандай екі жаққа ашылатын есіктер өте қымбат тұрады. Досым, барлығын айтам, ренжіме, минустарыңды да, плюстарыңды да. Бірақ енді 130 миллион теңге тұратын үйге ана-мынау адам жете бермейді. Өте қатты қуанам, досым өзінің күшімен осындай үй салғанына. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыңдар? Кірген кезде бірден осындай әдемі көрініс, аяқ киім қоятын жер, одан кейін мына жақта айна, шығып бара жатқан кезде осылай дайындалып аласың, сәнденіп аласың. И маған Наурыздың үйіне кіргенде қатты ұнаған нәрсе, мына жақта сразу дәретхана, яғни бұл жақта туалет бөлек и душевой жуынатын жер бөлек. Өте әдемі жасаған. Ішін бір көрсетіп қойсаңыз. И дальше кірген кезде, бұл Наурыздың бірінші әйелі, Әсия. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Енді кез келген әйел адамның арманы, кез келген әйел адам бұл бөлмеге кірсе, демалады, кайфайды. Бұл әрине кухня өте әдемі жасалған. Бұйыртса, менің де Құдай қаласа әйеліме жасап беретін нәрсе, дәл осы нәрсе ортада қараңыздаршы. Мына жақта барлығы не істейді, өте әдемі жасаған, қараңыздар. Кең терезесімен, шкафтарымен, енді кухнясы өте әдемі. Енді қазір дайындық болып жатқаннан кухня шашылып жатыр, оны өсектемейміз. И кірген кезде мына жақта қонақтар отыратын прихожий, яғни гостиный бөлме. Келген қонақтары дәу телевизорды көріп отырады, өте әдемі жасалған. Богатый, күшті көнеді, телевизор. Қараңыздар. Прям әдемі жасалған. Кішігірім қонақтарын келген кезде осы жақта дәу телевизорде отырып, мына жақта шай ішсең де болады. И қазақтың әрбір қазақтың шаңырағында міндетті түрде болатын ол үлкен зал. Қараңыздар, саламатсыз ба? Қараңыздар, не деген кең, әдемі жасалған зал. Үлкен дастархан, үлкен стол, кең зал. Бір минусы деп айтайын ба, или білмеймін, енді жеке өзімнің ойым,
залда негізі бір телевизор тұрған дұрыс деп ойлаймын. Себебі келген қонақтар үйдегі видео болсын, осылай дастарханда отырған кезде тойдың видеосы болсын, немесе басқа бір дүние болсын, телевизор тұрған дұрыс деп ойлаймын. Негізі мына жерде бір немесе ана жерде бір телевизор тұрған кезде мүмкін басқаша болар ма еді. Бірақ енді өте кең зал, әдемі зал, жақсы жасалған. Және де дастарханға негізі Рамазан айында Red Bull қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Білмеймін, адамдарды бір жаман нәрсеге тартып жатыр ма, сондай бір неге болып тұр. Бірақ енді басқа да сусындар бар ғой, мынаның орнына өзіміздің қазақтың айранын қойса болады ғой. Қайдағы жоқ Американың Red Bull'ын қойып. Алла қабыл етсін, енді не дейміз? Балаларға арналған, яғни игровой комната дейді. Қараңыздар, өте әдемі ойластырылған. Бұл жақта қараңыздаршы, балаларыңыз кіреді, бүкіл балалардың ойыншығы барлығы осы бөлмеде. Кірген балалар осы жақта келіп ойнайды, шашады, білгенін істейді. Жақсы. Жатын бөлмелері шашпайды, өте әдемі жасалған. Бұл Наурыздың осы үйіндегі маған қатты ұнаған нәрсенің бірі, дәл осы нәрсе. Игровой комната жасап қойған, өте әдемі. Бірақ намазханасы бар ма екен, соны көреміз қазір. Кеттік. Аллаға шүкір. Ал, бисмилля. Шынымен бұл үйді Наурыз салған сәттен салып жатқаннан бастап, бастағаннан бастап біз өзіміз куә болдық, келдік, көрдік. Бұл жақта әшейін ағаш лесінсе тұрған кезден бастап білеміз. Машалла, қараңыздар, не деген кең, бөлмелері өте көп. Мына жақта бір жатын бөлме, өте кең спальня, яғни гостевой комната. Келген қонақтар осы жаққа жатады, демалады. Өздерінің шкафымен. Келесі, бұл бізде гардеробный, менің әйелімнің арманы. Машалла, қараңыздар. Кең гардеробный, рахат. Бүкіл үйдегі киімдер барлығын осы жаққа қоясың. Мына жақта енді білесіздер, Наурыздың Аллаға шүкір, Алла берген 3 қызы бар. 3 қызы бар Наурыздың. Осы 3 қызының бөлмесі, қараңыздар, машалла. Негізі үйдің берекесі, үйдің еркесі, жалпы кез келген үйдің қонағы болатын, берекесі болатын, ол мен ойлаймын қыз бала деп. Сондықтан да қыз балалардың бөлмесі әдемі болған дұрыс. Мына жақта екінші этаждағы осындай керемет, қараңыздар, джакузимен жасалған санузел. Екінші этажда общий санузел, өте әдемі жасалған. Бұл енді Наурыздың әкесі мен анасына арнайы жасаған өзінің бөлмесі. Бұл бөлме енді кішкене ремонт болып жатыр. Ремонт болғанда шторларын нелерін жасап жатыр. Қараңыздар, әкеңіз бен анаңызға осындай бөлме жасаған, өте кең. Және бір артықшылығы әкесі мен анасына деген бөлмеде санузел бар, қараңыздар. Санузелді бір көрсетіп қойсаңыз. Рауанның үйі сияқты емес, минустар аздау болып тұр. Мына жерде бір нәрсе көріп қойған сияқтымын. Уже мына нелері түсіп жатыр екен, мына нелері жарылып жатыр екен. Бұл бөлменің бір минусы, енді әкесі мен анасының бөлмесі болғаннан кейін ондай қатты минусты айтпай қойын, бірақ жарылып жатыр, сапа аз. Бұл енді Наурыз бен Әсияның өздерінің түнгі сағат 12-ден кейін есікті жауып алып, рахаттанып, мидың тыныштығымен демалатын бөлмесі. Қараңыздар, не деген кең, прям кайф жасалған. Наурыздың айтуы бойынша негізі мына жерде өзінің телевизорын қою керек болған, бірақ білмеймін, телевизор алатын ақшасы болмай жатыр ма, телевизор негізі қойған дұрыс еді бұл жақта. Наурыздың бөлмесі өте әдемі. Мына жақта өздерінің бөлек шкафы бар. Мына жерде қараңыздар, әйел адамға күшті удобство жасап берген. Мына жерден киімдерін алады, майда шүйделерін алады, косметичка, боянатын жері барлығы әдемі. Бірақ орындық жоқ екен. Орындық пен телевизор алатын ақшасы болсын бұйыртса. Енді бұл бөлмеде ешқандай минус жоқ. Білмеймін, барлық әдемі. Бұл бөлмеде минус іздемей қойық, себебі бұл бөлмеде Наурыздың ізін жалғастыратын ұрпақтар дүниеге келіп жатқан бөлме. Жалпы осы Наурыздың үйі 2 этаж, 130 миллион теңге тұратын үй. Әрбір қазаққа, әрбір жігітке жұғысты болсын, Құдай қаласа. Бұйыртса, енді бұл үйдің сыртына тағы да бір 10-15 миллион теңге ақша керек. Құдай қаласа, содан кейін үйдің сырты иншалла потолок болады. Досым, келші.
Наурыз, енді саған өзіңе сұрақ, жалпы бүкіл ағайынға, бүкіл оқырмандарға, бүкіл қазақ еліне айтып қойсаң, ендігі ойың үйдің сыртына примерно қанша ақша кетеді? Менің көз алдыммен есептеуімше примерно 15 миллион теңге. Үйдің сыртына жоба сондай кетеді. Примерно оған жетпеуі де мүмкін, асып кетуі де мүмкін, алға материалыңа байланысты ғой. Бірақ мен былтыр сәл тығасың ба, сәл артатшы. Времянканы былай алып тастап, ауыстырып, навес соғып, үйдің сыртымен бірге мен 20 миллион есептегенмін. Сөйтсем, мынау әшейін ауыстырып, мына бетке кеткен дүниелердің, цементтердің көтергендердің өзіне 14,5 миллион кетіп қалды уже. Сол үшін ақшаның қазір құны жоқ. Білмейсің қанша кететінін. Бірақ сол жоба кетеді. Досым, шын жүректен Алла қаласа осы үйіңді толық бітірген кезде тағы бір үлкен қуанышқа келейік иншалла. Әрбір қазаққа жұғысты болсын. Әр қазаққа жұғысты болсын. Иншалла. Нағыз еркек.